Қарагерей Қабанбай. Ай, айтыңызшы соны, иә. Қабанбай. Аягөздің бойында жоңғар мен қазақ соғысы бар. Сонда Қарагерей Қабанбай 12 жаста екен. Аналар келіп шаққан кезде ағасын қарын жарыз біледі да, ағасы өлетін болады дейді. Қан болып кетіп қалды ғой. Сонда ағасы құшақтап отырып айғайлайды. Аға, қайтсем де сенің кегіңді аламын дейді. 12 жаста ғой. 12 жаста Қабанбай. Алам кегіңді дейді, жоңғардан алам деді. Соңғы уақыт өтіп 13 келген кезде Өлже Жырғал деген батырды іздейді. 13 жастағы бала. Іздейді. Жоңғардың қалың қосынына келеді, қалың қосын. Әскер ғой енді. Бәленбай адам күзетіп батырды. Батыр жеке жатады. Қосының ішінде. Таң боздырмай, таң бір келеді, екі келеді, үш келеді. Бірге есебін табады да келіп кіреді ана. Кірсе батыр шалқасынан жатып ұйықтап жатыр екен. Жалаңдап тұрған қанжарланады да жаңағы. Менің ағамның кегі осы ғой дейді. Қойша бауыздап орып жібереді кеңді дейді. 13 жаста. Ананы өлтіреді да сөйледі. Шығады да нағашыларына оны тартады да кетеді. Аягөздің ары қарай. Ешкім білмейді. Кесе анау тең киіп өліп жатыр, бауыздап кеткен. Кім бауыздаған білмейді. Соны 13 кетеді, 17-ге келді. 17-ге келгенде Аягөздің бойында қазақтың әскері мен жоңғардың әскері тағы кездеседі. Анау жаңа Өлже Жырғал деген батырдың інісі, ол да батыр. Анау қолбасшы өлген. Мынау оның інісі, ол да батыр. Қазақтан кегімді алам, ағамның кегін алам деп тұрған. Қабанбайлар келеді. Қабанбай да сонда 17-те екен. 17-те. Мына жекпе-жекті маған беріңіз дейді ғой. Анамда мен шығайын. Ағамды өлтіріп еді осылар дейді. Кегін алайын дейді ғой. Ана бауыздап кеткен батыр тұрған жоқ қой. Анау соның інісі ғой, батырдың інісі. Сөйтеді, сол кезде жарайды дейді. Бұл кезде мына жақта 20 мың, мына жақта 20 мың қол тұрады ғой, екі жақта. Сол ортадан дабыл қағылады, дабыл. Үлкен дабыл қағылады. Екі батыр шығады. Жоңғар келісіп шықты, мына жақтан қазақтан шығады. Сонда дабыл қағылады. Егер де бұл жекпе-жектің не үшін керек деген кезде жекпе-жек анау әскердің көбі қырылып кетпеу керек. Егер қазақтың батыры жеңілсе, ананы мойындайды. Мойындаса, онда әскер тоқтайды да біздікі жер береді, керек сұрағанын береді. Ал қазақ жеңсе аналар жасайды. Осындай келісім болады екі ортада. Сонда анау 17-тегі бала шығады, қолында найзасы бар. Енді дабыл қағылған соң болды, бітті. Өлімге қарсы келесің, өлімге. Анша емес ол. Өлім тұр ғой алдында, өлім тұр. Соған келесің ол қарсы. 17-тегі бала анау батыр соған келе жатыр. Өлімге бетпе-бет келе жатсың. Алдында тосып тұр өлім. Сонда анау найзаны ұстап тік ұрып шабатын болса, басталды соғыс. Бұл найзасын алдында көлденең қойып, ана батырға айтатын датым бар еді дейді. 17-тегі бала. Келеді, жақындап кеп осы қылыш сермейтіндегі жақындап келеді да айтты дейді ғой. Ей деп айтты. Ағаң Өлже Жырғалды осыдан 3 жыл бұрын қосында бауыздап өлтірген ғой. Алланың құдіреті құрш, сенің дажаның менің қолымнан болайын деп тұрғандай деп айтты. Сөйтіп бұрылып, шауып өзінің әскердің алдында бір айналып өтті да, найзаны көтеріп тұрды дейді. Сонда анамен сөйлесіп тұрғанда, анау сауыт қой үстің бар, сауыт түгел сауыт. Қаяғында аяқтың бәрі қорғау, барлық қорғау. Мына жерде өндіршегі ашып тұр екен дейді. Соны көріп тұр екен анау, көрдің ба? Анадан кеп ал деп бастап екеуге ұрады, бірін шауып аңырады, шауып тұрған кезде аттың бауырына түседі де, бауырдан ұрды дейді ана өндіршектен. Ананы аттың бауырынан ұрған кезде өндіршегін опырып жіберді да, қорс етті аттан алдап түсірді дейді. Сөйтіп найзасын алдына қойып алды да, күйеуін тастап кете берді. Екінші жігіт барды ана күйеуін алып алды. Батырлардың сүйегін алып кетсе, мына біздің батырда, олар да батырдың сүйегін бермейді. Көрдің ба? Сүйегін алу үшін құн төлейді.